Ал міне Кенесары ханның үзеңгісі шежіресі жазылды. Неше жылдан бері үйде сақталған құнды жәдігер. Тотқан әжемізден мұра болып қалған. Кенесары ханның туып өскен жері Бурабайға музейге апарылып қойылуға жолға шығып жатыр. Соны маған амандық тастаған еді. Сол қазір 40 жыл осы сақталды менде. Енді ол өзенге атқа міндім бала кезде. Енді бәрімізде мал бақтық. Сол кезде осы өзенге табан істеген. Бұның тарихы Кенесары бабамыздың Омар Оспан ұлы екінші ұлының Әшімхан немересі Кенесары бабамыздың. Әшімханның қызы менің тотқан әжем, нағашы әжем. Сол кісінің қолынан аманат тастап кеткен. Енді уақытысы келді. Осыны енді бір музейге тапсыратын уақытын қайын таппай жүрдік. Міне сізге рахмет. Сізге рахмет. Осыны табыстауға енді рұқсат етіңіздер. Рахмет, қош келдіңіз. Кенесары ханның үзеңгісі, керемет жәдігер. Туған жеріне кетті. Мына жерде шежіресі жазылған және қалай аманат етіліп қалған жөнінде тарихы. Ана көрсетіңізші. Сөмкені түсіріп алыңыздаршы. Ағағас маған қарасаңыздар. Бабамыз ғой енді. Қазақ үшін құрбандық болған. Ағадан бізді ұстап көрейік. Ой, қандай керемет. Барлықтарыңызда ұстап көруге болады. 2 ғасырлық жәдігер. 2 ғасырлық. Ал.